Сәлем достар, біз бүгін жер сілкінісіне қатысты көптеген қызықты ақпараттармен таныс боламыз. Жалпы жер сілкінісі ең қорқынышты табиғи құбылыстардың бірі. Оның болатын уақытын болжау мүмкін емес, тіпті онымен күресу де қиын. Олай болса, бүгінгі видеода жер сілкінісіне қатысты бірнеше қызықты деректерді ұсынатын боламын. Көптеген зерттеулерге сәйкес, жер сілкінісі бірнеше миллион жыл бұрын болған табиғи құбылыс. Бір үлкен құрлықты, атап айтсақ Гондвананы, бірнеше бөлікке бөлінуіне бірден-бір себеп болды дейді. 2015 жылы Непалда болған зілзаланың салдарынан Эверест тауы 2,5 сантиметрге төмендепті. Жер сілкінісі жиі болатын аймақ ол Тынық мұхитындағы Жапония елінде. Жапонияда шамамен 1500 жер сілкінісі жылына тіркеледі. Атап айтсақ, 2011 жылы Жапония елінде болған цунами Фукусима АЭС-нің апатына әкелді. Жер сілкінісінің күшті болғаны соншалықты күн ұзақтығы 1,48 микросекундқа қысқарған екен. Жер сілкінісі орташа ұзақтығы шамамен 1 минут 30 секундты құрайды, ал ең ұзақ жер сілкінісі 10 минутқа созылған екен. Бұл жағдай алғашқы рет 2004 жылы Үнді мұхитында тіркелген екен. Алғашқы сейсмограф 132 жыл бұрын Қытайда ойлап тапқанын біліп бедіңіз? Жер сілкінісінен кейін 1811 жылы 16 желтоқсанда болған жер сілкінісі Миссисипи өзенінің ағынын басқа бағытқа қысқа мерзімге ауыстырып, кейіннен қалпына келтірілген дейді. Ғалымдардың пайымдауынша, жер сілкінісіне дейін сулар мен каналдарда ерекше иіс пайда болуы мүмкін. Бұл жер астындағы газдардың бөлінуінен туындайды және жер асты суларының температурасы да көтеріледі. Таңғаларлық жағдай орын алған екен. 1985 жылы Мехикода болған 8 балдық жер сілкінісінен кейін жаңа туған нәрестелердің барлығы дерлік құлаған ауруханада 7 күн бойы тамақ, су, жылу және адамдармен байланыссыз болса да тірі қалған екен. Жер бетіндегі ірі жер сілкіністерінің 80% от шеңберіне жақын жерде болды. Бұл Тынық мұхиты аймағында көптеген тектоникалық плиталар орналасқандықтан. Екінші ең қуатты жер сілкінісінің аймағы Жерорта теңізінің қатпарларының белдеуі. Бұл Түркия, Үндістан, Пакистан сияқты елдерді қамтиды. Тарихта Жерорта теңізінің шығысында 1201 жылы жер сілкінісі болды. Бұл ең жойқын жер сілкінісінде 1 миллионнан астам адам өмірін қиған екен. 2010 жылы Чилиде болған зілзала Консепсион қаласын 3 метрге жылжытып жіберген дейді. Бір қызықты ақпаратқа тоқталсақ, жер сілкінісі суды алтынға айналдыруға көмектеседі дейді. Шын мәнінде аздаған адамдар бұны пайдаланып, байып та үлгеріпті деген ақпараттар бар. Жер сілкіністерінің әртүрлі себептері бар. Оның ішінде адамның да кінәсі орын алады. Мысалы, табиғи апаттардың себептері жер астындағы жарылыстар, мұхиттағы қару-жарақтарды тексеру немесе сынау. 2023 жылы 6 ақпан күні Түркияның оңтүстік шығысында Сирия шекарасына жақын жерде болған жер сілкінісінде 50 мыңға жуық адам қаза тауып, 180 мыңға жуық адам жараланды дейді. Жалпы бұл Түркиядағы шығын 105 миллиард долларды құрайды. Видео ұнаса, каналға тіркеліп, пікіріңізді қалдырып, қазақ контентінің дамуына үлес қосыңыз.